Мен Гусева Салтанат Жұмабек қызы, Жамбыл ауданы Антон Макаренко атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Менің мамандығым ұстаз болғандықтан, оның ішінде тіл жанашыры ретінде алдымда отырған шәкірттеріме көркем әдебиеттің құндылығын, асыл сөздің қасиетін тарту менің ұстаздық жолымдағы тікелей борышым мен міндетім болып саналады. Сөзден өрнек құрып, кестеленген дүниені санада сәулелендіру ешбір қимылсыз ақ бізге мұң мен шаттық сыйлау келсе, тек кітаптың қолынан келмек дер едім. Кітап ең жақын дос болғандықтан, ол жақсылыққа үйретеді, жамандықтан жирендіреді. Кітаптың әр беті тұнып тұрған ақыл десек, кейде өміріңде ақылшы серік досыңа айналып, үлкен махаббатпен оқысаң, кітаптың түпкі ойын түсінуге болады. Кітап біздің рухани азығымыз. Бала күнімнен ата-анамның кітапты көп оқуыма ықпал етуі, рухани жетілуіме, ой санамның өсуіне, мәдениетімнің жоғарылауына өз септігін тигізді. Қазіргі ғылым мен техниканың қарыштап тұрған заманында тұлғаның өзін-өзі дамытуына ерекше ықпал етуші құрал кітап. Ал оның әлемі кітапхана екенін тек шәкірттеріме ғана емес, өзімнің замандастарыма, әріптестеріме, қоғамның әр мүшесінің санасына сіңіргім келеді. Кітапхана білім мен ғылымның, мәдениеттің орталығы десек, кітаптың иісімен тыныштық жайлаған кітапханалар кітап сүйер қауымның сүйікті мекені болып қала бермек. Бүгінде кітапты таңдай білу, оны зейінді зеректікпен мұқият талдап оқу нағыз өнер. Соншама сөздің, ойдың құдіретін түсініп, одан алған керемет әсерлерді кейінгі өмірлік қажетіңе шама-шарқынша жарата білу қажет. Көз жетпейтін жерге ұшқыр ой жетеді. Ал сол ойдың жүйріктігін жетілдіретін де, сөзге шешендігін шынықтыратын да кітап екені ақиқат. Сондай-ақ, оқыған кітабыңдағы айтулы кейіпкерге еліктеудің өзі, тіпті автордың өзі сияқты тұлға болуға құлшыну, бұл теңдесі жоқ құбылыс. Демек, кітап оқу бұл текті кісілікке, адамгершілікке, кемеңгер көрегендік пен мәдениеттілікке қол жеткізу. Артық білім кітапта ерінбей оқып көруге деп даналығын ұрпағына мұра еткен Данабайдың сөзі заманалар толқынында тербеліп, үстіндегі қымбат қазынасын ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп келе жатқан ой кемесі, білімнің бұлағы кітапты оқып, рухани бай болайық.